Сәлем менің көрермендерім. Бүгін мен алдыңғы эфирлерімде айтқандай, сіздерге дұға туралы қысқаша бір осындай видеоролик ұсынып жатырмын. Яғни дұға дегеніміз не? Дұға деп отқанымыз бұл біздің әрбір аузымыздан шыққан сөзіміз, бұл дұға. Егер де сіздің аузыңыздан жақсы сөз шықса, ол сіз үшін жақсы дұға. Егер де аузыңыздан жаман сөз шығатын болса, ол дуа деп айтуға болады. Мына жақында мен осы исламтанушы, Құрантанушы саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың өзімен тұстас өмір сүрген адамдардың көзін көрген, біздің мына шығыстың керемет шайыры, шығыстың үлкен дана кісісі, адамы, былайша айтқанда Мәулана Румидің «Адам деген жұмбақ, әлем» деген кітабын оқыған болатынмын. Сол кітаптың ішінде мынандай дұға туралы айтылған тұстары бар. Қазір мен соны сіздерге оқып бергім келеді. Дұға әлемді жаратқан, оны жоқтан барлық әлеміне енгізіп, барлығына үстемдік құрған Алла тағалаға сыйынып, жалынып, жалбарыну. Сондай-ақ өзіңнің әлсіздігің мен кемшілігіңді мойындау дейді. Енді осы жерде мен айтқым келеді, ең бірінші дұға жасаған кезде сіз өзіңіздің бойыңыздағы әлсіздігіңіз бен өзіңіздің кемшілігіңізді мойындасаңыз ғана сіздің дұғаңыз орындалады. Егер де сізде осындай хал жоқ болатын болса, яғни өзіңіздің қателігіңізден арылмаған болсаңыз, барлық нәрсені біреуден көріп, өзіңізден еш нәрсені де көрмей, сіздің басыңыздағы неше түрлі жағдайдың барлығында да сіздің тағдырыңызға жан-жақтағы басқа адамдар кінәлі деген кезде, егер де сізде сондай ой болатын болса, есіңізде болсын, сіздің дұғаңыз ешқашанда қабыл болмайды. Сондықтан да дұға етердің алдында өзіңіздің мен кіммін, кімге өкпелеп жүрмін, неге өкпелеп жүрмін, ол жерде менің кінәм жоқ па? Сол адам мені неге өкпелетті? Неге мен өкпелеуім керек осыған? Деп өзіңізге іштей анализ жасап алған кезде ғана сіздің дұғаңыз қабыл болады. Одан кейін тағы да дұға тәкаппарлықты, менмендікті, мақтаншақтың, хақтың табалдырығына тастау дейді. Яғни мақтаншақтығыңды хақтың табалдырығына тастауың деген сөз. Көрдіңіз бе? Егер де жаңа айтқандай өз кемшілігіңізді мойындамай, тәкаппар болсаңыз, мен болсаңыз, мақтаншақ болсаңыз, сіздің дұғаңыз өкінішке орай ешқашанда орындалмайды. Осы есіңізде болсын. Адамның өз шамасын білуі, әлсіздігі мен фәнилігін мойындауы дейді. Дұға деген, яғни адамның өз шамасын білуі, әлсіздігі мен фәнилігін мойындауы. Мысалы, сіз өзіңіз Алла тағала, «Я Алла, менің басымдағы өтіп жатқан тағдырдың барлығына да өзім кінәлі екенмін. Алла, бұның барлығында мен үшін жіберіп жатыр екенсің. Бұл да мен үшін сынақ екен. Осы сынақтан аман есен өтуді нәсіп ет. Сынағымды жеңілдет. Осында бойымдағы кемшіліктен арылуды нәсіп ет. Осы менің кемшілігімнің арылуына көмектесетін бір адамды кездестіре көр. Бойымдағы жаман кірлерден арылуға нәсіп ете көр. Ал мені ренжіткен адамды, ол адамға сіз жақсылық ойлай алсаңыз, сол адам арқылы маған белгі беріп жатыр екенсің ғой, Алла. Сол үшін саған рахмет деп ішіңізден ризалығыңызды білдіре алған кезде ғана сіздің тілегіңіз қабыл болады. Сол кезде ғана сіз Аллаға жақын боласыз. Сол кезде Алла сіздің дұға тілегіңізді орындайтын болады. Осыны ескеріп жүріңіздер. Жалпы тағы да осы жерде мынаны айтып кеткім келеді. Сен ешкім аузынан түсірмейтін аңыз сөзге айнал. Өйткені адам өзі туралы айтылған жақсы сөздерден ғана тұрады дейді. Көрдіңіз бе? Өзгелер сізге не десе о десін, бірақ сіздің аузыңыздан өзгелер туралы
жаман сөз шықпау керек. Бүкіл жаратылыс, ғалам туралы сізде жақсы ой болу керек. Яғни сіз, міне тағы да айтып отыр ғой, адам өзі туралы айтылған жақсы сөздерден ғана тұрады дейді. Сол өзіңіз туралы жақсы сөзді ең бірінші өзгеге емес, өзгеден талап етпеңіздер. Бірінші өзіңіз бастаңыз. Жақсы ой ойлап, жақсы сөз айтып, өзіңізден бастаңыз. Сіз жақсы болған кезде өзгелер де сізге қарап өзгеретін болады. Сіздің бірақ ойыңызда өзгелер өзгермейді деген ой болатын болса, ол шын мәнінде өзгермейді. Ал керісінше өзгереді деген ой болатын болса, міндетті түрде өзгеретін болады. Адам жер бетіне дүниенің қыр-сырын түсіну үшін жіберілген дейді. Көрдіңіз бе? Жер бетіне қыр-сырын түсіну үшін. Яғни жердегі 18 мың ғаламның неше түрлі қыр-сыры болады. Соның ішінде адамның неше түрі болады. Міне, сіздің алдыңызға келген адам қандай болса да, сіз соның қыр-сырын түсінуіңіз керексіз. Осы жерде тағы да айта кететін нәрсе, бұл кітапта бедеу жазады. Шын мәнісінде жараланатын адамның жағымсыз мінезі. Біз көп жағдайда айтып жатамыз, ой, менің жанымды жаралады, жүрегімді жаралады депті. Ол сіздің жаныңызда, жүрегіңізді жаралай алмайды өзге адам. Ол сіздің тек қана жағымсыз мінезіңізді жаралайды. Яғни сізді біреу жараласа, жаман сөз айтып, немесе бір жаман қылықтар көрсетіп, онда сіз өзіңізге сұрақ қоюыңыз керексіз. Осы менде қандай жағымсыз мінез бар? Қандай жағымсыз менің тұсым бар? Соған анализ жасаған кезде сізге жауап өзі көкірегіңізге келетін болады. Сондықтан да барлық уақытта да жақсы сөз айтып, дұға етіңіздер. Дұға етудің алдында тағы да ескертем, әрине мен емес ескертетіні, осы кітапта айтады даналар, яғни міндетті түрде тәкаппарлығыңнан, менмендігіңнен, мақтаншақтығыңнан, даңғойлығыңнан арылып барып дұға ет дейді. Сол кезде ғана сенің дұғаң орындалады дейді. Алла тағала баршамыздың да дұғамыздың орындалуын нәсіп етсін. Жақсы ойлап, жақсы адамдардың қатарын көбейте берейік. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жасаңыздар.